Қайырлы күн, қадірменді тыңдармандар. Бүгін сіздермен мен Инабат және Диана. Бүгінгі күні біз қазақ қоғамындағы әйелдің рөлі қаншалықты әдебиетпен, мәдениетпен анықталғанын зерттеп, тарихтағы әйелдің болмысына, әдебиеттегі әйел кейіпкерлерінің түрлендіруіне зер саламыз деген ойдамыз. Осы орайда біздің қонағымыз қазақ тілі мен түркітану департаментінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Жанар Абдығаптарова. Өзінің тәжірибесімен бөлісуге бізбен қосылып отыр. Көп рахмет, Жанар ханым. Бүгінгі күні біздің барлығымыз түсінетініміздей, әйелдің рөлі мәдениетпен және тарихпен пара-пар келеді. Барлығын әдебиеттен біле аламыз. Бірақ ол әдебиеттегі болмысы қандай? Уақыт өте келе ол болмысы қалай өзгерді? Мысалы, дін келмес бұрын, діннің келуімен қалай өзгерді? Отаршылдық уақытымыз болды кеңес одағының уақытында. Ол уақытта әйелдің болмысы қалай өзгерді? Осының барлығын бүгін талқылайтын боламыз. Әйелдің рөлі осы эпохалар арқылы қалай өзгерді? Жақсы, рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы дәстүрлі қазақ қоғамында қазақ әйелінің рөлі жоғары болды. Біз енді әбден 20 ғасыр басындағы социалистік реализм әдісімен жазылған шығармалар арқылы біздің санамызға сіңіп қалған. Әйел сондай бір мал есебінде көретін, қалың малға сатылатын, бір қазақ әйелінің бір бейшара халі көбірек суреттелген шығармалар сол кезде дүниеге келді ғой. Ал негізінде тарихқа үңілсек, қазақтың өмір салтында әйелдің мәртебесі өте жоғары болған. Енді өздеріңізді білесіз, қыз қонақ, қызды әкесінің үйінде оң жақта отырғанда төрге шығарған. Ол аз күнгі сол үйдің қонағы ретінде. Қыздың әдемілігінен, әсемдігінен дәулетін аямаған. Қыздың әдем болып жүруін, оның әшекей бұйымынан қыздың әсемдігіне қатты мән берген. Және оны бір әдемі болып, әсем болып жүру сол әулеттің, сол отбасының бір абырой санаған. Енді естеріңізге түссе, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романында Ақбілекті суреттегенде мамырбайдың ақбілегі, жас түлегі деп оның әшекейін, сырғасын, шолпысын суреттеген кезде шын мәнінде енді байдың қызы ғой. Сондай бір әдемі эстетиканы көреміз. Бұл шын мәнінде ол бір көркем шығарма ретінде суреттеп тұрған жоқ. Шын мәнінде қыздың сұлулығына, әсем болып өсуіне қатты мән берді. Бұл да жалпы әйел адамның қазақ қоғамындағы рөлінің бір қандайды бір көрсеткіші деп есептеймін. Сондай-ақ қазақта 7 қазына деген бар, білесіздер ма? 7 қазына. Сол 7 қазына кімнің қазынасы? Ол ер азаматтың қазынасы. Жүйрік, ат, берен, мылты, құмай, тазы дейді, одан кейін сұлу әйел. Яғни 7 қазынаның бірі әйел. Ол қазына ер азаматтың қазынасы. Міне осының өзі де көрсетіп тұр. Әйелдің өзі 7 қазынаға кіргізудің өзі қазақ дүниетанымындағы әйел феноменінің ерекше болғанын көруімізге болады. Енді бұның барлығы бір пафос болып көрінуі мүмкін. Енді біздің әдебиетімізге кешегі 19 ғасырдың екінші жартысы Абай заманына дейін бізде ауыз әдебиеті қалыптасты, білесіздер. Енді біздің лира эпостық жырларымызға, эпостық батырлар жырларына қарасаңыздар, Алпамыс батыр, Қобыланды, Ертарғын, Қамбар батыр. Енді сол кездегі халық сол жырлармен өсті ғой, енді ауыз әдебиеті ауызша таралғандықтан. Сол мысалы ел қорғаған батырлардың ең жанашыр серігі, ақылшысы, кеңесшісі оның жары болды. Мысалы, Алпамыс батырда Гүлбаршын өзінің сұлулығымен, ақылдылығымен, тапқырлығымен, ері бір қытығырыққа тірелген кезде соған қолдау көрсетуімен, батылдығымен әдебиетте қалды. Бүкіл батырлық жырлардағы батырдың қолдаушысы, жанашыры, ақылды сенім серігі оның жары болды. Демек, қазақ әйелі қоғамда өзіндік рөлі бар, бір қоғамдық шешімдерге дауысын, көзқарасын білдіре алатындай рөлі болды. Мысалы, ертегілер дегенде ол әр ұлттың бір дүниетанымын көрсеткіші.
кез келген ертегі былай басталады бізде. Ертеде ешкі жүні келтеде бір бай болыпты. Байдың ай десе аузы бар, күн десе көзі бар қызы болыпты дейді да. Сол қыздың ақылдығы, тапқырлығы арқылы жаңағы небір сынақтардан өтеді ғой енді бас кейіпкер. Соның бәріне жол көрсетуші сол сұлу қызды көрсетеді. Және сол сұлу қыз кейіпкер болған ертегінің соңы барлығы бақытты болумен аяқталады. Бұл да шын мәнінде біздегі әдебиеттегі әйел бейнесінің, әйел рөлінің қаншалықты болғанын бір көрсеткіші. Әрине, уақыт өте келе әйелдің қоғамдағы рөлі, бейнесі, әдебиеттегі бейнесі өзгеріске ұшырады. Енді ол сол ұлттың басынан өткен тарихи оқиғаларға байланысты. Ал не біз айтып жатамыз, тарихта әйелдің бейнесі солай белгіленген, жеті қазынаның бірі деп белгіленген деп айтамыз. Ол әйел адамды бір затпен теңестіру емес пе? Ер адамның бір заты деген сияқты. Себебі қазақ тарихында әйелдің тек қана сұлу ғана емес, батыр болған кездерін де білеміз біз. Мысалы, ел билеген Айғаным, содан кейін қол бастаған Бопай ханым, олардың барлығы әйелдің болмысының тек қана сұлулықпен ғана шектеспейтінін, және оның керек кезде ел басқаратынын, және де көш басқаратынын, қолынан барлығы келетін бір айқын бейнесі деп білсек болады. Дұрыс, өзің дұрыс айтып отырсың. Жаңағы Гүлбаршын, Құртқа, Ақжүністер жаңа батырлық жырларында соның бертіндегі тарихтағы сондай әйел қазақ тарихында болған деген дәлелі жаңа Айғаным ханымның, Бопай ханымның даналығымен тарихта қалған Абайдың анасы Ұлжан ананың, оның бар шынымен де қазақ әйелі жаңағы қоғамдық істерге де араласқан, кезі келген кезде жауға да шапқанның көрсеткіші. Енді оның түбірі анау сақ дәуірінде Тұмар ханымнан басталады ғой ол. Жалпы мына Орта Азияда шығыс халық, мұсылман халықтардың ішінде қазақ қызды жалпы еркін тәрбиеледі. Бетін тұмшалаған жоқ, қазір әртүрлі нәрсені айтады ғой. Еркін тәрбиеледі, атқа да шапты, ойын сауықта әнін де айтты, күйін де тартты. Жалпы қызды барынша еркелетіп, өйткені аз ғана мына қызғалдақ ғұмырын тәтті еркелеп жаңа өтсін деп соған ата-бабамыз қатты мән берді. Оған енді мысалдарды жаңада айттық қой. Ал уақыт өте келе жаңа айтқандай қазақ әйелінің қоғамдағы рөлі де өзгеріске түсті. 19 ғасырдың алғашқы жартысында қазақ даласы толыққанды Ресей патшалығының отарына айналды. Енді сол отаршылдықпен бірге дін әлсіреді. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ислам дінінде әсері бар. Жалпы дәстүрлі қазақ қоғамындағы әйелдің рөліне ислам дінінің әсері, патриархалдық рулық қатынастардың әсері, ежелден келе жатқан әдет, салт, дәстүрлердің әсері әйелдің рөлін кәдімгідей айқындап отырды. Мысалы, енді бұрынғы кезеңде, хандық кезеңде әмеңгерлік деген салт болды. Кейін ол кеңес үкіметі келген екен, оны бір жабайылық сияқты көрсетті. Бірақ сіздер енді назар аударып қараңыздар, ата-бабамыз көшпелі өмір салтын кешті. Көшіп қонып жүрді. Мысалы, көшіп қону жүріп, мысалы, үйді жығады, оны буат, түйет, келесі бір жерге барып, оны қайта орнатады, жаңа мал шаруашылығы, оның барлығы кәдімгі физикалық күшті қажет ететін жұмыстар. Ал ер азаматсыз өмір сүру көшпелі өмір салтында өте қиын. Сондықтан енді бұрынғы кез жаугершілік заман, ер азаматтардың өлімі жиі болатын болды, өздеріңіз де білесіз. Сол кезде мына әмеңгерлікті сол әйелдің халі үшін ойлап тапқан деп ойлаймын. Өйткені жаңағы балалары, ұрпақтың балалары басқа елде өспесін, сол өзінің әкесінің туған туысы сол әулетінде өссін деген немен, оймен осы әмеңгерлікті ойлап тапқан. Және ол сол заманда ол өзінің функциясын атқарды. Кейін уақыт өте келе 19 ғасырда жаңа айтқанымыздай отаршылдық келді, біздің дініміз әлсіреді. Енді қазақ даласында жаңа указной молдалар дінді үйретті, өздеріңіз оны тарихтан жақсы білесіздер ғой. Дін ұлттың сенімі ғана емес, ол білім көзі де болды. Ол ғасырдың білімді адамы, діни сауатты, медреседе білім алған адамды сауатты деп есептеді. Ал дін әлсірегеннен кейін білімде төмендеді, дүмшелік.
белең алды. Содан бастап әйелдің де халі төмендей бастады. Жаңа әйелді қалмалға сатып жіберуге немесе кезі келсе ұрып алуға да болады деген сияқты бір дүмше, әйел оқымай қойсын, осы үй тіршілігімен айналысса ғана жеткілікті деген сияқты бір стереотипті көзқарастар белең ала бастады. Міне осы кезде 20 ғасырдың басында осы нені дабылды қаққан алаш қайраткерлер болды. Оны мысалы ғана бақытсыз жамалда да Сәрсенбай молдадан ақыл сұрайды ғой, баламды қалай оқытсам болады деген. Сол кезде оны қатты білім алып қажет жоқ, мысалы жәдетше білім алу қажет жоқ. Осы қалай қалай бала тууды қалай не істеуді білсе сол жеткілікті деген секілді өзінің нелерін айтады ғой, ақылдарын. Сол кезде Сәрсенбайдың да ойы өзгереді. Ал негізінде ол қыз үшін жақсылықты, білімді негіз басында қалағанда осындай қоғамның әсерімен солай өзгерді. Дұрыс айтасыз, кім Бақытсыз жамал 1910 жылы жарыққа шықты. Енді қазақ әдебиетінде тұңғыш роман жанрында осы әйел мәселесіне арнау тегін емес. Өйткені осы отаршылдықпен бірге жаңағы ұлттың мінезіне де көп өзгерістер, санасында өзгерістер болды. Енді кім Мекемтас Мырзахметов деген мықты ғалым ағамыз бар. Сол кісінің қазақ қалай орыстанды деген үлкен бір монографиясы бар. Сонда осы болыстық сайлауды күштеп енгізді ғой. Жаңа айттым, хандық басқару жүйесі құлап, орнына әкімшілік басқару жүйесі келді. Сонда ең төменгі басқарушы ауылнай және болыс дегеніміз, қазіргі тілмен айтқанда бір аудан көлемінде ғой, бір 12 ауыл ішіне кіреді, 12 ауылда 12 рулы ел отырады. Енді 3 жыл сайын болыстық сайлауға түседі. Әр болыстықта әр ру өзінің адамын сайлағысы келеді. Міне осы кезде жаңағы пара беру, бірінің үстінен бірі арыз жазу, бірін-бірі сату қатты белең алды. Оны Мекемтас ағай өзінің нақты деректермен жалпы болыстық сайлау қазақтың мінезін құртты, бүлдірді деп өзінің тұжырымын білдіреді. Кімнің Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңі бар, Абай тұсы қазақтың бұзылғаны деп. Абай тұсы деп жатқан сол 19 ғасырдың екінші жартысы. Шынымен де қалың елім, қазағың қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті ау мұртың деп Абайдың күңіренуі де бекер емес. Шынымен де осы жүйе ұлттың сан ғасырлардан келе жатқан бір ұлттық санасы бар ғой, соған кәдімгідей сызат түсірді. Міне осы жағдай әйелдің хәліне де әсер етті. Әйелдің жаңағы Бақытсыз жамалдағы кім Міржақып Дулатов, естеріңізде болса, Бақытсыз жамалдың кіріспе бөлімінде мақсаты бұл романның халық түзетпек деп айтып кетеді. Өйткені бізде қазақта әйелді мал есебінде көретін жағдайлар кездесіп жатты. Осы роман арқылы халықтың санасына бір ой жүгіртсем деген мақсатым бар, халықтың санасын оятсам деген мақсатым бар деп Міржақып Дулатовтың өзі айтып өтеді. Сондықтан енді Жамал қыздың бақытсыз тағдыры сол кездегі бір надандықтың, яғни жаңа айтқан салт дәстүрлер бар ғой, уақыт өте келе дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дей ма, көшпелі өмір салтынан отырықшылық өмір салтына көше бастады. Өмір сүру салтының өзгерісі де құндылықтардың өзгерісіне алып келеді. 20 ғасыр басынан бастап қала мәдениеті қалыптасты, әйелдерде білім ала бастады. Міне осы кезде шынымен сол ескі салт әдет ғұрыптар өзінен өзі өзектілігін жойды. Міне алаш қайраткерлерінің барлығының жаңа әйелді оқыту керек, әйелге де білім алу керек, әйел ер азаматпен тең құқылы болу керек деген жаңағы ұстанымдарын ашық айтқан себебі де осы еді. Не біз айтып келеміз, Ақбілектің, Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек романында біз еститініміз, көретініміз, оқитынымыз, ол Ақбілектің қаншама қайғы қасіреттен өтуі, сол қайғы қасіретке қарсы тұруы. Бүгінгі күнгі жаңалықтарда көретініміздей, әйелдеріміз батылырақ және күштірек болуда қазіргі күні. Өздерінің қайғы қасіреттерімен бөліседі. Қайғы қасіреті жайлы біз бұрында ұят не айтуға болмайды, ол үйде болатын зат үйде қалу керек деген сияқты заттар айтып жатсақ, бүгінгі күні бұл заттар талқылануда және бұл проблемаларды біз шешуге тырысудамыз. Және бұл орайда міне Ақбілектің персонажы, содан кейін Бақытсыз жамалдағы Жамалдың персонажы бүгінгі күнгі қыздарға, әйелдерге қандай әсерін тигізуде? Ол қандай бір норма не бір жақсы мысал ретінде көріне алады?
Енді Жамалдың тағдыры енді ұлы патшалық кезеңді суреттеп тұр ғой. Иә, Жамал да Шұғаның белгісі деген Бейімбет Майлиннің 1915 жылы жазылған шығармасы бар. Өзінің сүйгеніне қосыла алмай құса болып қайтыс болады қыз. Тағдырына мойынсынған ғой. Жамал да ол күреседі, өйткені білім алды ғой Жамал, азды көпті білім алды да күреседі, бірақ өкінішке орай бәрібір өзінің сүйген жігіті қаза табады да еріксіз таз жұманға барады, өмірі трагедиямен аяқталады. Иә, енді осыдан сабақ алыңдар дегенді айтып тұр ғой бұл жерде автордың өзі, Біржақып Дулаттың өзі. Ал Ақбілек романында жаңа айтқандай ол өмірдің несін бар теперішін көрді, жалғыз қалды. Өзінің проблемасымен Ақбілек жалғыз қалды да қалаға келді, білім алды, оқуын жаңағы жоғары оқу орнын оқыды. Сол арқылы көзі ашылды, танымы өзгерді, өзі сияқты білім алған жігітпен бас қосты. Сөйтіп елге келген кездегі кейін жолда өзің бұрын неғылмай тастап кеткен Бекболатты көруі, сонымен салыстырады ғой автор, иә. Яғни білімді адам әлде қайда жоғары тұратын Ақбілектің шығарманың соңында автор суреттейді. Бірақ дей тұрғанмен осы шығармада Жүсіпбек Аймауытов кеңес өкіметі, енді ол кезде социалистік реализм 27-ші жылы жазылған соцреализм деген әдісті әдебиетке қолдан таңды ғой. Кез келген көркем шығарма социалистік реализм көзқарасымен суреттелуі керек деп. Енді шығарманың соңында осы кеңес өкіметі орнап, кеңес өкіметінің арқасында білім алып, кеше бейшара болып жүрген қазақ қызы бақытын тапты деген немен аяқталып тұр. Енді солай аяқтауға мәжбүр, ол кездегі идеология соны талап етеді. Бірақ автордың ішкі қарсылығы байқалады. Естеріңізде болса, оған дейін өз 4 бөлімнен тұрады да шығарма. 3 бөлімге дейін автор өзі баяндап отырады да, 4-ші бөлімде естеріңізге түсірсеңіздер, Ақбілектің басынан өткен оқиға, қаладағы оқу кездерін барлығы Ақбілектің аузынан айтады. Иә, автор өзі айтқысы келмейтін сияқты. Бір сол да менің ойыма енді ол оқырман ретінде ішкі қарсылығы. Өйткені не қылса Ақбілектің Орынбордан келген кезде орысша киінген, көйлек қысқарған, баяғы бүрмелі көйлек киген Ақбілек, басқа Ақбілек. Оны контраст түрде Кәмила деген бөлесімен кездеседі ғой. Кәмила таза қазақ танымдағы әйел, анау орысша киінген, сыртқы бейнесінде, санасында да өзгерістер бар деп. Әкесімен амандасатын кезде, елге келген кезде, ойпырмай бір ұяң қыз еді, мына қаланың не құдіреті бар, мүлде өзгеріп кетті қызым деп. Адамның бетіне тік қарайтындай қызға айналыпты деп суреттейді. Бірақ енді біздің бәрібір қазаққа түсінікте қыз баланың ибалы болған, көзін төмен түсіріп тұрған біз енді дұрыс көреді біздің қазақтанда. Автор соны бір байқатпай сол элементтерді көрсетіп отыр. Бәрібір ішкі қарсылығы бар автордың. Енді бұл жерде білім алу арқылы қыз өзінің бақытына қол жеткізді, бірақ оның астарында Совет өкіметінің әйел теңдігі деген ұранның астарында үлкен саясат жатқан Жүсіпбек білді. Сондықтан оны енді ашық айта алмайды, осындай нелер арқылы, бейнелеулер арқылы жеткізді. Енді Совет өкіметі орнағаннан кейін жалпы әйел мәселесін жаңа айттым, Алаш қайраткерлері көтерді. 1917 жылы Орынборда бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш партиясының бағдарламасын қабылдады. Сол бағдарламаның бір пункті әйелге арналды. Әйелдердің кәдімгі сол кездегі әйелдердің азаматтық құқықтарын қорғады әрекетпен. Әйелдерді қыз бала 16 жасқа дейін, ұл бала 18 жасқа дейін неке қиылмау керек, неке екі адам келісіммен болу керек, әмеңгерлік жойылсын, қалың мал жойылсын, егер екінші әйел алатын болса, бірінші әйелдің рұқсатымен болсын деген кәдімгі сол кездегі күн тәртібінде өзекті болған мәселелерді жаңағы сол неде конференцияда қарастырып қаулы қабылдады. Енді Алаш партиясының, Алаш орданың қозғалысының өмірі ұзаққа бармады, бірақ кейін осы қаулыларда кеңес билігі, кеңес үкіметі орнағаннан кейін әйел теңдігі, жаңағы қалың малға қарсылық, көп әйел алуға қарсылық, кәдімгі ол әйелдің құқықтарын қорғауға әсері тиді. Жалпы кеңес үкіметі тұсында
Жанат Құндақбаева деген мықты тарихшы ғалым бар. Сол кісі 20-30 жылдардағы кеңес үкіметі тұсындағы әйелдердің рөлі деген тақырыпта өзі үлкен бір еңбек жазған. Сонда кеңес үкіметі тұсындағы әр ұлттың әйел мәселесін кеңес билігі әртүрлі қараған. Өйткені отарлаушылар әр отарланған ұлттың тарихын, мәдениетін жақсы білді ғой. Мысалы, өзбектерде пәренже киген, сол пәренжемен алысты, пәренжесін шештірді әйелдерін. Ал қазақта жаңа көп әйел алушылық, қалың малмен күресіп, әйелдерге теңдік алып бердік деп шын мәнінде айтады. Енді жасыратын жоқ, 20 ғасырдың жемісі деп айтыламыз әйелдердің білім алуы. Білім алуы, ер азаматтармен бірге қоғамда қызмет жасау, ол шынымен ғасырдың жемісі деп айтыламыз. Енді Ақбілек соның көрінісі, дәлелі. Кәдімгі қазақ қызының санасындағы, бойындағы эволюцияны көрсетеді Ақбілек романында. Не біз социализм әйелге теңдік берді деп айтамыз, бірақ десек те Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов секілді әйел тұлғаларын біз білмейміз. Немесе олар бар, не біз білмейміз, немесе олар болмаған. Дәл сондай деңгейде әйелдердің аттары шықпаған. Неге екені белгісіз. Жақсы. Жалпы 20 ғасыр басында сұрақ өте орынды, оған дейін мен әйел авторларды білмейміз дейсіз ғой. 20 ғасыр осы жаңа айтқандай ғасырдың жемісі әйелдердің, қыз балалардың білім алуы. Сол білім алғаннан кейін қазақ өте көп насихатталмайды, өкінішке орай. Қазақтан да қаламгер қыздар шықты. Назипа Құлжанова деген, Алма Оразбаева, Сара Есова есімді, Фатима Ғабетова, жазушы ағамыз Мұрат Әуезовтің анасы. Сондай оқыған қазақ әйелдері болды. Мысалы, Назипа Құлжанова туралы Ахмет Байтұрсыновтың «Энқы ханымға» деген өлең бар еді, есіңізде бар ма? Алаш әдебиетінде оқыған едік қой. Сонда ол ағартушы, журналист болған. Кейін Совет үкіметі орнағаннан кейін әйел теңдігі деген әйелдерге арналған журнал да ашып шықты. Сол әйел теңдігі журнал әлі бар. Қазақстан әйелдері деген журнал әлі күнге дейін сол ғасырдың басында қалыптасқан, ашылған басылым болатын. Енді санаулы ғана болса да оқыған қазақ әйелдері тарих сахнасына келді. Бұл орайда біз айтып кетуіміз шарт. Ол әйелдердің көбісі ол кезде шығармалары болса да, олардың көбісі мысалы өздерінің ерлерінің, күйеулерінің, немесе әкелерінің, балаларының аттарынан жазған. Сондықтан біздің отаулардың есімдері мүмкін бұл уақытқа дейін жетпей қалған да болар. Сондай да теория бар. Және ол орынды теория. Мүмкіншіліктері қазіргі күннен аз болған. Сондықтан біз бүгінгі күні әйел әдебиетін, әйел жайлы әдебиетті талқылаған кезде әйел авторлар жазған әдебиет және ер адамдар жазған әдебиет деп нақты бөле алмаймыз. Себебі әйел авторлар жазған әдебиет дәл сондай қалыпта, дәл сондай негізде және сондай үлкен көлемде жарияланбаған. Сонымен сіздің ойыңызша жаһандану процесі, осыдан кейін міне Совет үкіметінің отарландыру процесс жайлы айттық, оның әсер жайлы айтып келе жатырмыз. Және оған жаһандану процесі қосылды. Бұл жаһандану процесінің көлемінде қандай өзгерістер енгізілді? Қандай өзгерістер пайда болды әйел көрінісінде, әйел бейнесінде және болмысында? Кеңес үкіметі орнағаннан кейін әйел теңдігі деген ұран болды. Жаңа айтқандай әр ұлттың өзінің мәдениетіне, ұлттық ерекшелігіне байланысты саясаттар жүргізді. Әр ауылда әйел бөлімдері, женский отдел дейді, әйел бөлімдері ашылып, әйелдерге медициналық көмек қалай босану керек, гигиенаны қалай сақтау керек деген нәрсені үйретті. Яғни солай үйрету арқылы әйелдердің мойнына көп жүк артылды. Әйел, сен ол анасың, әйел бала тәрбиелеушісің, сен жарсың, немесе біреудің келінісің, сонымен қатар сен қоғамның белсенді мүшесісің депті. Әйелдерді қара жұмысқа жегу басталды. Әйел арқылы совет азаматын қалыптастырды. Жаңа Әуезовтің бағана айтқаны бар ғой, әйел бір қолымен Әуезов айтқан жоқ, ол сөз бар ғой, енді бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлем тербетеді деп. Осы ұстанымды совет билігі
совет азаматын қалыптастыру үшін осы әйел теңдігі дегенді саясатты астарында үлкен бір саясат жатты. Кейінгі ордан кейін 40-50 жылдардағы әңгімелерге не қылсақ, жаңағы тракторист әйелді, Раушан коммунист, мысалы Бейімбет Майлиннің дихандағы жаңағы дихан әйелді мадақтау басталды. 50 жылдарда Нұрсұлтан Әлімқұлов, егер қателеспесем, композитор есіме тракторшы қарындас деген әні болатын. Бұлай есіме таң біліне тракторге бір қарындас отырды, жылан бауыр сүйек ауыр, алып нати жосылды. Жылан сүйегі ауыр дыты деген трактор, сол тракторды таң атпай жас қыз айдап бара жатыр деп, осылай әнге қосып, жырға қосып мадақтады. Идеология ғой бұл. Кейін жаңағы кәдімгі депутаттық орында да қателеспесем 30% ба осындай шаруашылық қарапайым еңбек адамдары отырды. Оларға жаңа медаль беріп, еңбек ер деген атақ беріп, кәдімгі сондай насихаттау жүргізілді. Кімнің Ғабит Мүсіреповтің бір қойшы Айжан деген ба қыз, Айжан деген қыз бала, қойшы, қой бағып, қойды сондай дауылдан сақтап қалған бір несі әңгімесі бар. Яғни осы әдебиет арқылы сондай бір жұмысшы әйелдердің бейнесін қалыптастырды. Оның астында үлкен саясат бар. Яғни әйелдің мойнына өте өзінің табиғатына жат физикалық күшті талап ететін ауыр жұмысты мойнына артылды. Кейін енді соғыс басталды. Соғыс жылдарындағы шығармалардың бәріне қарасаңыздар, сол жеңісті алып келген әйелдер мен балалар. Дулат Исабековтың бір сөзі бар. Біз соғысқа барған жоқпыз, соғыс көрген жоқпыз деген повесі бар. Өзі 42-ші жылы туған Дулат Исабеков. Біз соғысты көрген жоқпыз, бірақ майданда ұшқан оқ біздің ауылды дәл тауып кеп біздің балалық шағымызды күйретті деп. Сонда біздің түсінігімізде әке деген болған жоқ. Қорқысақ та апа, жыласақ та апа деді. Өйткені ер азаматтардың бәрі соғысқа кеткен. Ауылда колхоздың бүкіл жұмысы әйелдердің мойнына қалды. Оның мысалы Сайын Мұратбектің Жусанис деген әңгімесінен оқи аламыз. Шерхан Мұртазаның Аймен Айша деген өзінің анасы туралы еңбегінде қандай ауыр жұмысты әйелдер атқарып шығарған. Жаңа қырмандағы, колхоздағы бүкіл шаруашылықтың бәрін белдері қайыспай қазақ әйелдер мықты ғой негізі. Сол кезде әйелдің мықтылығы көрінеді. Яғни әйел жұмыс күші ретінде пайдаланды. Сол міндетті сол 20-шы ғасыр Совет өкіметі орнағаннан бастап сол механизм іске асырды. Шын мәнінде соғыс жылдары тіпті ауыр болды, әйелдердің мойнына артылды. Бұлай қарасаңыз, енді бүгінгі ол әйелдің денсаулығына қандай кері әсер етеді, баланың тәрбиесіне қандай әсер етеді. Кім жаңа әйелдер арқылы совет азаматын қалыптастырды. Өкінішке орай, ер азаматтың, енді біз дәстүрлі қоғамда бұрын патриархалық ұстаныммен өмір сүрген ғой қазақ халқы. Ер азаматтың функциясын совет өкіметі өзі алып қойған. Әйелдерді жаңа ер азаматпен тең, олардың қолынан ер азамат істейтін жұмыстың бәрі келеді деп қара жұмысқа жегу болды да, ер азаматтың несін мысалы ажырасуға болмайды. Ажырасса, сен партиядан шығарыласың, қоғамнан аласың, ең оңбаған адам боласың. Енді мен бұл жерде ажырасқан дұрыс дегенді айтпаған жоқ, бірақ ол да адамның еркіндігіне қол салу ғой негізі. Кейін әйелдер жаңағыдай неге процесстерден өтті, әйелдер шындықты. Енді ер азаматтардың жаңағы несін көп функциясын өкімет алып қойған бір несі айқын көрсеткіші, совет өкіметі тарап, бүкіл республика, 16 республика КСР-ның құлап, бүкіл колхоз, совхоз, завод, фабрика жабылып, жұмыссыз қалып, тоқырау жылдар болды 1990 жылдар. Енді сіздерге ол тарих болып көрінуі мүмкін, сіздің ата-аналарыңыз оның басынан кешті. Міне сол кезде жұмыс жоқ, айлап жылдап, кәдімгі жалақы ала алмайды. Ер азаматтардың бәрі отырып қалды. Не істейтін жұмыс жоқ. Бала шағаны асырау керек. Сол кезде қазақтың әйелдері алып шықты. Анау Аладорбаны арқалап, жер-жерді кезіп, саудамен айналысып, әйтеуір сол тоқыраудан
қазақ әйелдері алып шықты. менің анам да айтады, сол кездері әкем жұмыс істемеді, негізі мен көбіне жұмыс істедім, сондықтан да мысалға отбасымызда бала саны көп емес, сол мысалға бұрында 5-6-7 болып туса, қазір 2-3 сол кездегі соның әсері деп, мысалға көбінесе сол баланы асырау, отбасын асырау деп, соның қамымен мысалға көп бала туалмадым деп бізге мысалы өкініп айтады да. Дұрыс 90-шы жылдар мен 2000-нің арасында өте қиын кезеңдер болды ғой. Енді 2000-шы жылдардан бастап экономика көтеріліп, жағдай түзелді. Мен ол кезде мектеп бітірдім, студент болдым, өзім көз алдымда өтті сол картиналардың бәрін білем. Мықты деген университеттің профессорлар базарға барып арбайдауға мәжбүр болған кездерде болды. Өйткені жағдай солай болды. Міне сол тоқыраудан да алып шыққан қазақ әйелдер. Мен ойлаймын, жаңа ғасырдың басынан келе жатқан әйел саясатымен жүргізілген саясаттың нәтижесін көрсет. Қазір де жаңа айтқаныңыздай әйелдер мықты, қыздар мықты. Қазір енді баяғыдай жаңағы физикалық күшті талап ететін жұмыс бәрі шешілген ғой. Қазір тұрмыс тіршілікте технология дамыған, бір кнопканы басу арқылы кіріңде жолып тұр, ыдысыңда жолып тұр. Қазір қыздар өте мықты, жан жақты. Қыздар білімді, бірнеше тілді меңгерген, табыскер, яғни ер азаматтармен жасай алатын жұмыстың бәрін қазір қыздар атқарып отыр. Жаңа сіздің айтқаныңыздай, осының несі әдебиетте де сол әдебиет шынайы өмірдің айнасы ғой, көркем суретпен берілген әдебиетте де сондай мықты қыздардың бейнесі бүгінгі таңда көрініс тауып келе жатыр. Сонда мысалға қорытындылай келе осы кеңес үкіметі кезіндегі көптеген идеологиялардың, заңнамалардың қабылдануы, көбісі айтады құндылықтарды бұзды, әйелдің дәстүрлі бейнесін бұзды, ал кейбіреу айтады керісінше ол білімге, ғылымға құштарлады деген сияқты. Осы сіздің ойыңызша көбірек оң әсері болды ма, немесе теріс әсері болды ма? Және қазіргі қазақ қызының болмысына қалай әсер етті, яғни жақсы жағынан көбірек әсер етті ма, немесе? Жақсы сұрақтарың өте өзекті. Дұрыс, жаңағы жағдайдың барлығы әйелді шынықтырды. Енді әдебиетте де ол көрінді. Жалпы қазақ әйелінің бейнесі сол өткен ғасыр әдебиетінде, 90-шы жылдарға дейін әдебиетте жақсы бейнеленді. Жалпы батыл, қазақ әйелі ешқашан өзін бірінші орынға қоймаған, отбасын, бала шағасын бірінші орынға қойған. Мысалы, енді біз 20-шы ғасыр басындағы әдебиеттерге ғана тоқталып жатырмыз. Мысалы, сол 70-80 жылдары жазылған кімнің Дулат Исабектің «Әпке» деген пьесасы бар, оқыған боларсыздар. Сонда бір жаңа ата-анасы өмірден кеткен әпкенің бауырларына қамқорлығы суреттеледі. Енді ол өмірде болған оқиға ғой. Жалпы қазақ қызы өте бауырмал. Өзін әрдайым екінші планға қойды, отбасы, бауыры деген келген кезде езіліп, өзінің жаңа өмірінде құрбан ететін жағдай. Міне әпке драмасы соның айғағы. Дәл сол кім еді? Қамажай ма еді? Бас кейіпкер Қамажай титтес қыздар айналамызда толып жүр, әлде де бар. Өзінің жаңағы бауырларына қарасам, бауырларына көмектесін деп өзінің жеке өмірін ұмытып кетіп, тұрмысқа кеш шыққан, немесе тұрмысқа шықпай қалған қыздар әлде де көп. Бұл сол біздің халықтың жаңағы бауырмашылдықтың бауырмашыл, отбасы институтында әпкенің, ағаның, іннің әрқайсының өзінің рөлі бар, атқаратын миссиясы бар ғой. Қыздардың жалпы қазақ әйелінің бір ерекше бір отбасы деген кезде өзін соңғы планға қоятын бір қасиет шығар. Оның жақсы жағы да бар, әрине көлеңке жағы да бар. Енді қазір жастар басқаша ғой, индивидуалист, бірінші өзім, одан кейін өзге деп тұрады. Енді оны уақыт көрсете жатар, бірақ әдебиетте де қазақ әйелінің бейнесі әлде де сол көпшілдігімен жаңағы отбасын бірінші орынға қоюмен ерекшеленеді. Енді бұл біздің халыққа тән ерекшелі бір қасиет шығар деп ойлаймын. Ал бүгінгі күні қазіргі жастар прозасында бұл өткен ғасырлармен де, өткен әдебиетімізбен де, тарихымызбен де пара-пар келеді. Әйелдің бейнесі дәстүрлі бейнеге, содан кейін қайсар мінезді бейнеге және де сайтан мінезді бейнеге бөлінеді. Бұл орайда бұл гендерлік стереотиптерді қаншалықты нағыштау, қаншалықты біз гендерлік стереотиптерге бағынып, дәстүрлі бейнеде әйелдерді нәзік, жуас, немесе отанасы, бала бағып отыратын,
от ошағында отыратын апай деп елестетеміз өзімізге. Және де негізінен әдебиетте ол солай бізге көрсетілген көбінесе. Және бұл кеңес одағының жаңағы әсерінен біз оны ақ не қара деп дұрыс бөле алмаймыз. Неге? Себебі ол әйелдің басқа қырын ашты мүмкін. Бұл ситуацияның біз дөптеп мына жағы жаман болды, мына жағы жақсы болды дей алмаймыз. Дұрыс па? Себебі бұған дейін әйелдің өзінің хақын, өзінің бір керекті заттарын, өзінің ойын мүмкін ер адамдар секілді деңгейде жеткізе алмаған болар. Сіз сондай оймен келісесіз бе, не ойлайсыз негізінен? Жалпы ол әйелді бірнеше типке бөлу ол шартты нәрсе ғой негізі. Ол әлжуаз еркек те болады, қайсар еркек те болады, әлжуаз әйел де болады, қайсар әйел де болады. Енді оны адам өз психологияда да адам табиғатын сондай бірнеше түрге бөледі ғой. Енді ол сонымен қатып қалу деген шарт емес. Жалпы қазіргі әдебиетте енді мына тәуелсіздіктен кейін жазылған шығармаларда, мысалы аға буын классик жазушыларда әйел бейнесі сол баяғы, мысалы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша деген шығармасы бар, өзінің анасы туралы. Ол да анасының басынан өткен бүкіл мына қазақтың тарихына күйеу халық жауы болып атылды, одан кейін соғыс кезіндегі әйелдердің жаңағы колхоздағы белсенді еңбегі, қандай ауыр жағдай болса да ұрпағына сол мейірін бере алуы, яғни қайтпас, қайсар, төзімді, сабырлы, дана әйелдің бейнелері бар, суреттелген. Тағы бір шығарма бар. Жат бауыр деген Думан Рамазанның Жат бауыр деген бір әңгімесі бар. Соңғы жазылған шығармалар, жаңа шығармалардың бірі. Сонда жат бауыр деген ненің өзі, ұғымның өзі не ғой? Жат және бауыр. Ауылдағы ата әжесіне қаладан немересі келеді. Әкесі әкеп тастайды. Біз Сабина екеуміз Түркияға деді ма, Египетке кетіп бара жатырмыз демалысқа. Енді баланы әкеметтейсіз, немересін әкеп тұр ата әжесіне. Сіздер қарай тұрыңыздар деп. Баласы бір ауыз қазақша білмейді. Атасы әжесі немересіне еміреніп, соның құрметіне қой сояды. Баласы ет ескетті лақтырады, одан чипсиін, кирешкесін алып жеп отыр. Қазіргі нені. Сонда шығарманы әкесі қатты, атасы баласына жақындай алмайды, мейірім көрсетемейді, кәдімгідей қабылдамайды ана бала. Сонда оқырманның есіне атасы қатты күңіренеді, ойпырмай менің ұрпағым бұның баласы ертең қандай болады мынау депті. Сонда өзінің несіне бауыр еті баласына, баласы немересі қабылдамайды, өзінің туған ата әжесіне жатсынып тұрады. Ақырында қалаға ойбай аман есен апарып тастайын деп атасы апарып тастайды. Сонда ана жерде тәрбие анадан келеді ғой. Әкесі, атасы жаңа баласына ренжиді, осының бәрі баланың осындай өсіні мен ынжық баланың несі кінәсі бар. Келіннің тәрбиесімен өсіп. Келіні қаланың қызы, қазақша білмейді. Келін жаңа әйел туралы ешқандай сипаттау жоқ шығармада. Бірақ оқырманға еріксіз баланың анасы, яғни жаңа ата әженің келін тұрып бейне қалыптасады. Қазақша білмейтін, баласын орысша тәрбиелейтін қаланың ақсаусақ қызы келеді. Бейне ақырында шын мәнінде қалаға кетіп ата әжесіне құтылғанына риза болып не қылады. Сонда ондай кейіпкерлер де өмірде бар ғой. Қазір өте жаңа Даниял деп баланың Даниял сияқты бір ауыз қазақша білмейтін, ауылдың дәмін табиғи мына құртын айран ішіп іше алмайтын ұрпақ өсіп келе жатыр. Яғни қазақ әйелінің сондай бейнесі де әдебиетте қалыптасып келе жатыр. Яғни ол шындық. Айналамызда ондай кейіпкерлерді көріп жүрміз. Сондықтан қай заманда болмасын әдебиет сол кезеңнің тарихи шындығын, ақиқатын бейнелейді, жазушылар соған қызмет жасайды. Ол әйел бейнесі де сол әр кезеңдегі әйелдің жаңағы санасындағы, болмысындағы, табиғатындағы өзгерістерді әдебиетке дәл сол қалпында суреттейді. Міне осы айтып отырмыз стандарттар жайлы. Әйелдер осындай болу керек, әйелдердің қазақ аруы дейміз, мен жаңа айтып отқандай. Сосын двойные стандарты деген затты айтып кеттік жаңа. Ер азаматтарға бұл талаптар қойылмайды да, әйелдерге қойылады екен деген сияқты. Сол орайда бүгінгі күннің қазақ қызы қандай болу керек, және әдебиетте ол қандай көрініс табуда. Мысалы біз жаңа айтып кеттік, әдебиет
нағыз өмірдің, шынайы өмірдің айнасы деп, иә, көрінісі деп. Сол орайда бүгінгі күннің қызы, әйелі қандай болу керек, және немесе ондай бүгінгі күннің қазақ қызы дәл осындай болу керек деген бір стандарт деген жоқ па? Мысалға бағанағы шығармаларда айтады ғой, өзінің несі, мысалға ұлпанда да мысалға өзінің бақытынан гөрі сол нені көбірек қояды. Мысалға сол дұрыс па? Қазіргі қазақ әйелдері өздерін қалай ұстану қажет, нені бірінші, яғни принциптері қалай болу керек деген сияқты. Иә, ұлпан мысалы 70-ші жылдары жазылды Ғабит Мүсірептің шығармасы, сонда кәдімгі батыл, қайсар, ақылды қыз ел басқарады, жап-жас жұдырықтай қыз, ел басқарады, шынымен де өзінің бақытын, өзгенің көпшіліктің мүддесін бірінші орынға қояды. Иә, ол шынымен де сондай шығармаларды біз оқып өстік, сол дұрыс деп біздің ұрпақ, енді мүмкін соңы біз шығармыз сондай санадағы. Енді қазіргі жастардың жаңағы шығарма талдағанның өзінде де қабылдай алмай тұр ғой. Мен айтамын, ол жерде автор сол әйелдің бойында ол қай заманда болмасын тазалық, адалдық деген нәрсе ол құнды болып қала береді. Автор осыны айтқысы келді, қыз студенттер, жастар неге дәл сол талапты ер азаматқа да қою керек деп. Енді шын мәнінде жаңағы қыздың жолы жіңішке деген сөз бар ғой. Біз енді ер азаматпен теңестік, қазір шынымен ер азамат жасай алатын істің бәрін жаңа қыздар жасайды, әйелдер, табысты әйелдер өте көп. Шын мәнінде қазір қыздар өте мықты. Енді мен мынандай болу керек деп қандай бір стандартты айта алмаймын, бірақ қазіргі заманда қыздар өздерің оның ішіне кіресіңдер, бірнеше тілді меңгерген, қазір білім алатын мүмкіндіктер өте көп. Бүкіл жақсы нәрсені үйренуге ол жаңағы ашық болған дұрыс. Бірақ сонымен қатар өзіңнің жаңағы ұлтыңның ұлттық тәрбиесі бойына сіңген. Бағанағы ол қай заманда да жігіттер сол жаңағы қазақ аруынан іздеген сияқты қасиетті, ол қай заманда да іздейді. Бұл заман жігіті де қыздың бойынан ол нәрсені іздейді. Сондықтан қыздың жаңағы қызға тән нәзіктік, оның білім алғанына, оның жетістікке жетуіне ол нәзіктік, ол тазалық ешқандай кедергі келтірмейді. Ол керісінше абыройын, беделін одан сайын асыра түседі. Сондықтан бәрібір ұлтымыздың мәдениетіміздегі бар қызға қоятын нелер, стандарттар дейміз бе, тазалық, әсемдік, нәзіктік, ол қазіргі қазақ қыздарының бойында да бар. Мен өздерінің бойынан да ол нәрсені көріп отырмын. Бірақ заманына сай білімді, жан-жақты болу керек деп ойлаймын. Енді ондай шығармалар меніңше енді дүниеге келетін шығар. Мен өзім дәл сондай әйелді сипаттаған шығарманы оқымадым. Бір көзім шалып қалды. Алқа деген бір әдеби үйім бар екен. Осы қазіргі қазақ заманның әйелі қандай болу керек деген тақырыпта осы кәдімгідей бір әдеби конкурс жариялапты жақында. Мүмкін солардың ішінен шығатын шығар деп ойлаймын. Шын мәнінде қазір үлгі аларлықтай, қызығатындай, сүйсінетіндей қыздар бар. Бірақ жаңа қазақылықты бойынан жоғалтпау керек. Әр ұлттың өз идентичность деген, identity сол нәрсесі болу керек қой. Мысалы, жапон қыздарын қарайсың, бірден өзіндік бір несі, сыртқы келбетінде де, өзін ұстау мәдениетінде де, кәріс қыздарының да ерекшелігі бар. Сол сияқты әр ұлттың өзінің бір ерекшелігі болу керек. Қазақ қызы да ешкімнен кем емес, көркі де, интеллектуалдық қабілеті де ешкімнен кем емес қой. Сол несі заманға сай болса, бүгінгі заманның ұлпандары бар біздің ортамызда. Оған мен сеніммен айта аламын. Көп рахмет, сізге көп рахмет, келіп бізбен ойыңызды бөліскеніңіз үшін, пайымдап, әдебиеттің қандай өзгерістерден өткені туралы сөйлескеніміз үшін көп рахмет. Бұл сұхбат өте пайдалы болды барлығымызға, және тыңдармандарымызға да пайдалы болады деген үміттеміз. Негізінен біздің ойымыз, қазақ қызы ол азаттық пен теңдікке және еркіндікке бейімделген, және өз ойын, өзінің қалағанын дұрыс айта алатын, жеткізе алатын, өз құқығын қорғай алатын, керек кезде өзінің сөзінде тұратын, қуатты және санасы бар, білімге құштарлығы мол, ең бастысы өзіне деген махаббаты бар әйел деп білеміз. Өзімізде сондай әйел болғымыз келеді. Ең бастысы ол әйелдің өзіне деген махаббаты, өзіне деген сенімі және өзін өзі құрметтеуі.
өзіне деген құрметі. Содан кейін қалғанның барлығы қоғамнан күтілген бір заттар болады, қоғам әйелді былай елестетеді, әйел осындай болу керек, әйел бұндай болу керек деген гендерлік стереотиптерге де душар болып жатады. Бірақ ең бастысы ол өзіне деген махаббат пен сүйіспеншілік, ол содан кейін жанында отырған, жанындағы адамдарға да беріледі. Ол өзіне деген сенімділік пен махаббат. Барлығы бұрыс немесе дұрыс деп, мысалға барлық құндылықтар бұрыс деп немесе дұрыс деп айтуға болмайды. Яғни ең бастысы сол адамның өзіне қажетті, өзіне тек жақсы жағынан әсер ететін құндылықтарды, адамдардың ойларын, қоғамдағы соларды синтездеу арқылы өзіне тек қажетті, яғни болашағының бақытына көбірек яғни әсерін тигізетін жақтарды синтездеп алу өте маңызды деп ойлаймын. Яғни мысалға өз шешімдерін өзі қабылдай алатын адам ретінде елестетеміз. Және біздің ойымызша бүгінгі күні әдебиетте де бұндай әйелдердің бейнесі, болмысы сипатталуы қажет. Жақсы жағынан, мысалы тек мұң, мысалы Бақытсыз Жамал тек мұң жағынан емес, немесе Ұлпанда да яғни өте күшті адам болғанымен өте бақытсыз ғұмыр кешті. Яғни сол секілді емес, қазіргі жастарға, қазіргі қыздарға әсіресе дұрыс пример деп айтады, үлгі болатындай бір бейнелер болса екен дейсіздер. Дұрыс. Ана біз оқыған жаңа шығармалардың бәрінде қаһарман, батыл, қайсар әйелдер, бірақ өмірінің көпшілігі жаңағы сіздердің тілдеріңізбен айтқанда хэппи эндпен бітпейсіздер ғой. Енді ол сол кездегі біздің ұлттың басынан өткен тарихпен тікелей байланысты ғой. Енді сол өзің өмір сүрген қоғам қандай болса, соған сай өмір сүреді ғой адам. Енді сол Ұлпанның трагедиясы, жаңағы Жамалдың трагедиясы. Әрине қазір заман басқа, шын мәнінде сондай әдебиет санаға әсер ететін үлкен құрал. Оны кеңес билігі жақсы білді, әдебиет арқылы өзінің идеологиясын жүргізді ғой. Сол тұрғыдан алғанда шынымен үлгілі, табысқа жеткен, отбасында да бақытты, қоғамда да өзіндік орны бар әйелдер бар. Сондай әйелдер туралы шығармалар керек. Рахмет сіздерге де. Қазақ қыздары, әйелдердің барлығының өмірі хэппи энд болсын деп, хэппи өмір болсын деп тілегенге тілектеспіз.